халық оларға ойыншық. Бұлардың ішінде отырған чакалдарға елдің бәрі ойыншық. Жалған жала сол қайдағы жоқты әңгіме. Соныменен біздің аузымызды аштырған жоқ. Думан шындықты айтып едік. Ол үшін қайта жабық сот болады деп өтірік соғып отыр ғой. Ұлыңызды көрдіңіз ғой, ол кісі. Ұлымды көрдім, ұлым жүдек. Кеше киімін кидірем дегенде кеше киімін қабылдамай қойған. Ана жақтан әкеп Думанның қол аяғын байлап, лақтырып, бірақ лақтырып тастаған. Жатсаң осындай жат, жатпасаң қайтадан Талдықорғанға барып жатасың деген ғой, түні болды. Мен ойыншықтың ба біресі бері сүйреп, біресі ары сүйрейтін десе, қол аяғын байлап, кәдімгі қойқысат. Лақтырған деменен ішіне, қолының бәрі жара. Аштан аш жатыр соның. Яғни сотқа дейін қысым көрсетіп отыр. Жалған жаланы жау, мына қорқау қасқырлар, шакалдар. Отыр бұларға міне осы жүзіндер ғой, кәдімгі қасқырлар. Сол сияқты қасқырлар жеңіске жететін шығар, осылар жеңетін шығар. Шеберлерді. Жалған жаланы жау есімді оқып, соныменен қойды. Оның біріне біз келіскен жоқпыз. Жалған жала өтірік. Бір шын сөз жоқ ананың ішінде. Қазір сот бір сағаттан қайта жалғасады деп отыр, Жалғасады. Жалғанда сол өтір дайындап әкелген неменелері бәрі. Сотқа куәгер біреу тіркелді ма? Өтір фамилияты жөнін айтқан жоқ, бір куәгерді айтты. Біз айтты, көрсет соның куәгеріңді. Ол жоғарғы жақтағы біреу ғой. Сотқа келген жоқ. Келген жоқ, фамилиясында айтқан жоқ. Яғни бір арсыз, бір сатқынды куәгер тіркеп қойды ғой. Ондай іштеме жоқ. Тек қана халықты қинап біле ашық болады деп қанша миллиондаған кісі келді. Түгел қардың астында, жаңбырда тұр далада. Онақ кісіні кіргізді, итқып шығарды. Халық оларға ойыншық. Бұлардың ішінде отырған чакалдарға елдің бәрі ойыншық. Осы келген адам соттық қолдауға келді ғой, бірақ бұл заңсыз жиын өткізіп жатсыңдар деп жала жауып кетті жаңа прокурор келіп. Яғни бұны жиын болғанда біз оған мен жаңа сұрақ қойдым. Сіздер ашық сот дедіңіздер. Ашық сот үшін анау Астанадан самолетпен ұшып келді. Кедей байқұстар 100 мыңға. Жер дүниенің бәрінен келді. Азық болды. Міне даже туалетке бара алмай елдер. Жаңбыр мен қардың астында үсіп жығылып тұр. Оларды кіргізген жоқ. Осыдан ақ халықты қорлайтын осыдан ақ білуге болады. Адамды адам деп бұлар түсінбейді. Қорлау. Менің ұлымды қорлап тұрған жоқ, бүткін халықты қорлап тұр. Дұрыс айтасыз. Халық қорлап тұр. Даже туалетке кіргізбейді ішке. Анау жақтан таңертең пойыздан түскен ел міне нәр татпай. Тұр далада үсіп жығылып. А неге онда екі сөйлейтін болса, олар ашық сот деп неге айтады? Оны кісі таңдап алатын болса, бұл кісілер келмейтін еді ғой. Пойызбен самолетпен оғалды. Ашық деп жариялаған соң келдік қой барлығымыз, иә? Қанша халық міне ең тірескен халық тұр. Бірақ мұнда тұрған халық бәрі келісетін шығар. Біз Думан үшін далада тұру болсын, барлығы дайын. Сонау Қызылжардан да келіп отыр, алыстан да келіп отыр. Амандық болса ұлыңызды, ол әрқашанда сәби ғой сізге. Өз мауқымызға башасыз, амандық болса барлығымыз құшақтасып Думанды ортамызға оралады деген ойлаймыз. Әмен айтқан кесін, бірақ та мыналардың түрі жаман, мына шакалдардың айтысы жаңа. 7 жылға дейін нетіп қойған сияқты өтірік жаланы жау, менің түсінгенім. Думан мен келіспеймін деді. Мен журналистпін, мен халқымның шындығын айттым. Сұхбат алды, иә? Шындық үшін ол шындықты жазбаған өтірік нәрсе толтырып қойған. Тәпір менің ұлым не кісі өлтіріп, не бір пошта талағандай болып тұр ғой. Ал бізге сөз берген жоқ, сөйлеткен жоқ. Екі адвокатын ғана сөйлеткен. Яғни асығыс бір жақты өткізіп отыр ғой, иә? Еще бір тон деймі, тон толтырып қойған. Айландырған бір шыншыл журналистке сонша толтырып қойған. Куәгер жоқ, өтірік куәгер қойып қойған. Не аты жоқ, не фамилиясы жоқ. Ол жоғарғы орында тұрған біреу ғой. Білеп отырған. Куәгері болса, неге түрін көрсетпейді, неге фамилиясын айтпайды. Міне, мен анам, менің қаным қайнап тұр. Менің жанымда қанша халықтарды обалдығып тұр ғой, міне обалдығып. Халықты қойып тұр ғой, қойып тұр. Халық сыйласа, бұдар, халық жарайды, Думанды сыйламасын. Халық сыйлауға болады ғой. Адамның құқығы қайда? Күн ашық емес мысалы. Міне үлкен адамдар толып жүр бәрі.